сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым. Арнаға қош келдіңіздер. Арнама жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Мұндайда кім жаман? Өкімет жаман. Демек тақтан тайдыру керек деп дүрбелең салады. Сайып келдігенде соғыстың өзі саясат екен. Бұл менің бері келе түсінгенім. Ол кезде бала едім. Саралайтындай санам жетілмеген болатын. Ал анамның баруына ненің себепші болғанын білмеймін. Білетінім бізді ертіп қашып кеткені. Және өгей әкемнің шығарып салғаны ғана. Сол күні біз бәріміз де бастарымыз бүтін оралдық. Алайда біз әкелген су түкте болмайды. Тағы да бару керек. Жолың болғыш қатынсың. Таң намазға дейін тағы да барыңдар деген бұйрық берілді. Байғұс не десін? 11 жасар қызы үшін келсе кетті. Бұл апамыздың аты Лейло, Өзбекстанның бір жерінен болатын. Бейбақ ана әлдебір топтың арбауына түсіп, сіңлісі мен қызын ертіп осында келіпті. Біздің келгенімізге 3 жыл болса, бұл апамызға 4 жыл болған екен. Осыдан 2 ай бұрын туған сіңлісі оққа ұшып жалғыз қызымен қалған еді. Қызын қорғаштап әрең жүр. Кішкентайлар барса қауіп болмайды, бірақ жандарында бір ересек болуы тиіс деген басшымыз Лейла апамызды тағы да қосты. Шындап келгенде мына адамға Лейланың өмірі маңызды емес. Одан гөрі ауыз су маңызды. Мұншама адамға қалайда әкелу керек. Өзі баруға жаны тәтті. Сонымен таңсәріде тұрыңдар деген бұйрық берілді. Шелегімізді көтеріп жолға шықтық. Өзі мен біз жақтан жердің арасы 2 шақырымдай. Көзімізді уқалап кетіп барамыз. Айнала қараңғы еді. Алдымызда Лейла апамыз. Біздер күрк-күрк жөтеліп соңына ердік. Өзен бойына жақындап қалғанбыз. Қызара бөртіп таң атып келе жатқан. Кенет анандай жерден ағараңдаған сүлбе көрінді. Басымызды бұға жатып қалдық. Алайда ол бізді көріп тұрған. Қаруын кезеп жетіп келді. Тұрыңдар қане, не ап жүрсіңдер? Деп тастөбемізден төніп тұр. Бәріміздің тіліміз байланып қалған. Таң қараңғыда қару ұстаған сақалды жолғысы қорықпай көріңіз. Автоматының ұшымен түртіп жүріп тұрғызып алды. Құдай-ау, түрі жаман-ақ, еңгезердей құбыжық адам. Жасың қаншада сенің? 13-темін аға, деген қыз сұлқ түсіп отыра қалды. Тұр орыңнан, бері жүр, көлікпен кетесің. Інім-ау, ол менің жалғыз қызым еді. Біз Алланың жолындағы адамдармыз, деп жалынған Лейла апам әлгі қызға араша сұрады. Алайда қаңғып келген қара жігіт тыңдамады. Үбі-Ниса қызды алдына салып кете барды. Соңынан үрпие қарап көзімізді сығымдап қала бердік. Тап осы оқиға мені қатты ойландыра бастады. Анау адамның сақалына қарағанда таза мұсылманға бауыр деген қайда? Олай болса анасы өлген жетім қызды неге алып кетеді? Әрине, не үшін алып кеткені ішіміз сезіп қимай жыладық. Ендеше мұндай мұсылмандығына түкіргенім бар. Бәрі құрсын. Сирия демекші, бұл елдің соғысы алауыздыққа ұласып кеткен. Оған себеп Сирия халқы 3-ке бөлінеді. Атап айтсам, шииттер, сунниттер және алавиттер болып бөлінеді. Бұл елде шииттер мен сунниттер көп, ал алавиттер 10% құрайды. Алайда елдің басшысы Башар Асад деген кісі осы алавиттер тайпасынан шыққан. Олай болса алавит басшысына неге құртпасқа? Олар аз ғой. Сыртқы күштер іштен ірткі салып жіберіп, оның соңы нандай сұрапыл соғысқа ұласқан. Сөйтіп 3-ке бөлінген ел бірін-бірін итше талап қырқысып жатыр. Мұның сорақысы сол. Сырттан келген жау жаман. Жоғарыдағы игл деп жазғаным соғыс топ еді. Бишара Үбі-Ниса қызды алып кеткен де сол топтың мүшесі. Өзбек апамның сіңлісінде атып өлтірген де солар. Мына бізді басқарып жүрген де солардың құйыршықтары еді. Біз мұны түсінгенде бәрі кеш болды. Өкініштен өртеніп бөліп кетсең де пайда жоқ. Басқа салғанды көресің. Сол күні 7-еуміз кетіп, 6-аумыз келдік. Кесе көлденең көк атты Үбі-Ниса қызды қолымыздан бердік. Бермей қайтеміз, біз оларға ештеңе істей алмаймыз. Бұл елде тап қазір заң жоқ, басшы жоқ, билік жоқ. Бар дегендегі билігіміз түрі анау. Қолдарында автомат, айтатындары шариғат. Заңының сиқы дарға асу мен бас кесу. Мұндай заңнан өзгелер түгілі өз халқы шошып жүр. Осында жүріп Тамила деген қызбен танысқанмын. Тамила жергілікті араб қызы. Өзі Хомста туып, Хомста өсіпті. Осы қыздың айтып бергенін келесі айтып берейін. Қазірше өзенге барайық. Біз Үбі-Нисаны сонан соң қайтып көрмедік. Қажетіне жаратып атып тастаған шығар.
Мұндайға ешкім сенбес, алайда осы оқиға 21 ғасырда болып жатты десем ақиқат деңіз. Сол жетім қыздың жоқтайтын ешкімі жоқ еді. Соғыс деген осындай, соғыс деген қасірет. Нағашы әжем, Құдай өзі соғыстан сақтасын деп отыратын. Анасы соғыс көрген кісі болған. Сондай соғысты анамның ақмақтығынан біз де көрдік. Өзен бойынан көңілсіз оралдым. Анам айнала көшіп күйбелеңдеп жүр. Мұнда соғыс болып жатқаны, қыздардың жоғалып жатқаны қаперіне де кіріп шықпайды. Соңғы рет сөйлесемін деп шештім. Өйткені мына жерде күн өткен сайын қорқынышты болып бара жатты. Сондай-ақ жасым жетсе жағдайым болмайтынын түсіндім. Менің бойым өз қатарынан ұзындау болатын. Олай болса кез келген сақалды еркектің құрбаны боласың. Сен қаламын десең қала бер, мен бұл жерден қашып кетемін деп айғайлап бердім. Құдайдан қорқсаң нетті деп жағасын ұстады. Әңгіме Құдайда емес, әңгіме сенде ғой анашым деп жабыса кеттім. Құдайдың жолындамыз деп айта бергенде өз анамды жұлқынып жібердім. Бүк түскен анам бетін басып жатып қалды. Қайтасыз ба жоқ па? Қайтпаймын деп дүңк етті. Ендеше мен кеттім, іздеуші болма деп есікке беттедім. Дегенмен кеттім деп кете беретін қонақта жүрген жоқсың. Ол үшін мұқият дайындық керек. Қашып жүріп содырларға жолықсаң, құрыдым дей бер. Білгенін істеп тастайды. Солардың қаһарынан қорыққан жергілікті арабтар ешкімді үйлеріне кіргізбейді. Қайтсын, шариғат орнап, қашқын мен сатқынның жазасы бірдей болған. Соларды жасырғандарды өлім жазасы күтіп тұр. Ендеше жақсылап ойлануым керек. Жоғарыда айтқан Тамиламен сонда таныстым. Алайда қанша тырыссам да мен ешқайда бара алмадым. Осылайша өзім мен ауыл арасына су тасып жүргенде тағы бір жылым өте шығып, жасым 12-ге келді. Қызым, білесің бе, ертең қандай күн деп сұраған анам басымнан сипап тұр. Білмеймін, ертең қандай күн өзі деп басымнан сипаған анама таңырқай қарадым. Ертең сенің туған күнің ғой, ұмытып қалдың ба деп қолыма шоколад ұстатты. Иә, туған күнім екені есімнен шығып кетіпті. Мен сенің туған күніңді жасап беремін, жайнатып дастархан жайып қонақ шақырамын деген анам базарға кетті. Бұл ненің құрметіне деп ойланып қалдым. Азанда кеткен анам кешке оралды. Сөмкеге салып біраз нәрселер әкеліпті. Арасында жап-жаңа киімдер де бар. Анам сол күні жердің астында тұрып, жертөлеге дастархан жайды. Сөзіне қарағанда аса сыйлы қонақтар келеді екен. Соңында ойлағаным ойдан болды. Қараңғы түскенде аузы-басы жүн басқан бірнеше адам кіріп, автоматтарын қойып жатты. Олар бай адамдарға ұқсайды. Маған арнап қымбат-қымбат сыйлықтар әкеліпті. Үрпие қарап, мыналар кімдер деп қорқып отырмын. Анам болса мәз-мейрам, сыр білдірмейді. Қызым деп айналып толғанып жүр. Анашым, мыналар кімдер деп сұрадым. Бұлар өзіміздің жігіттер, қызым деп қояды. Қайдағы жігіттер? Мыналар шалдар ғой. Бұлар неге келген, кім шақырды деп қолынан ұстап алдым. Ой қызым, тентек болмашы, көрмейсің бе, таза қазақша сөйлеп отыр. Өзіміздің қазақтар ғой дейді. Қазақтар болса не болып, не үшін шақырдыңыз деп жібермей тықсыра бердім. Соңғы кездері байқап жүргенім, анам менен сескенетіндей көрінген. Бойым сорайып, есім кіргенде өз анаммен сөзге келіп қалатынды шығарған едім. Қайтейін, қалай айтсам да мен оған түсіндіре алмадым. Қан майданның арасында неғып жүрміз деп талай рет сұрадым. Нақты жауап бермейді. Соңғы кездері білегінен ұстап жібермей сұрайтын болғанмын. Содан қорыққан анам қулыққа барыпты. Анау отырған сақалды жігітке байға бермекші екен. Мұныңызды естіген құлаққа ұят. Өз анасы 12 жасар қызын шалға берді деген не сұмдық. Өкпемді кімге айтайын? Сіз маған қалжыңдап тұрсыз ба? Жоқ, иншаллах деген кісі сақалын сипады. Солай қызым, солай, шариғат заңына қайшы болмағаның жөн деп анам сөйледі. Анашым, сіз де шынымен айтып тұрсыз ба? Рас қызым, Алланың жолында, Аллада бастарың қалсын. Не айтып отырсыңдар деп атып тұрдым. Қанифа, қанифият, мазхаб деген сампылдасып бірдеңелерді айтып жатыр. Анау есіктен кірген жерде қатарласып 3 автомат тұр және белдік дейтін оқ дәрісі жанында тұр. Ендеше әупірімдеп сонда жеттім. Одан шап беріп автоматты алсам, соң мына үшеуі қосып анамды да атып салам. Мұндай ананың барынан жоғы жақсы. Көзімнің жасы ықтып шығып үзіліп жатты.
Қызым, сақал-мұртын көріп үрпиіп қарама, ол негізі жас жігіт, өзіміздің қазақтың жігіті. Алла жолындағы күреспен жүріп әбіржігені болмаса, ол да өзіңдей бала. Білесің ғой, біз мұнда Алланың жолында. Өшір үніңді, сен қатын. Селт еткен анам жалт қарады. Алланың қалауы ғой, Алланың қалауы ғой, қызым, дейді. Алла десең өзің тиіп ал оған. Қыз бала анасының сөзінен аспайтын болар, жұмақтан үмітің болса қарсы болма, қарағым, иншаллах, деген шал сөзге араласты. Қысқасы, ісі насырға шапты. Енді мына үшеуін өлтірсең құтыласың, әйтпесе текке сақалды сасығанға қатын боласың. Ол өлсе тағы бір сақалды дайын, ол да өлсе 40 күн сана тағы бір сақалды байың болады. Мен ойлануым керек. Я, қызым, ойлана ғой, бірақ ойланатын түгі де жоқ. Таза ауаға шығып тынысыңды басып кел, деген анам есікті көрсетті. Машалла, ақылды қыз ғой, ақылды, деп шал қалды. Мен есікке беттеп бара жаттым. Әне тағы да 5 қадам бассам болды, автоматтың тұсына жетем. Сосын шүрппесін басып, мына төртеуін қырып саламын. Ешкім көрмейді, ешкім білмейді. Өйткені біз отырған үй емес, жер асты қазылған үңгір еді. Мұнда көрмек түгілі дауыс та естілмейді. Анам ойымды түсінсе керек, соңымнан қалмай келе берді. Автоматтың тұсына жетіп тоқтай қалдым. Қапсыра құшақтап алды. Қызым, біз жұмаққа барамыз. Қайдағы жұмақ, анашым? Жұмағың не мынау ма сонда, деп үңгірдің ішін көрсеттім. Жер бетінде жұмақ жоқ, қызым. Жұмақ жердің астында болады, дейді. Мына біз тұрған үй жердің асты емес пе? Қайда сен айтқан жұмақ, көрсетші кәне. Біз мұнда не қып жүрміз, не үшін әкелдің бізді? Даусым қаттырақ шықса керек. Қутаңдығы кәрі шал есіктен қарады. Оның соңынан байым болатын жігіт қарады. Келе ғой, үшеуің бірдей сығалап қараңдар, сосын бастарыңды шығарсаңдар болды, үшеуіңді де жайратып салам. Мұның соңы мен ойлағандай болды. Шамның жарығында үшеуінің сүлбесі де көрінді. Эх, нәпсі қуған малғұндар-ай, қандай жеркенішті едіңдер. 12 жасар қызды сұрап келуге ұялмайсыңдар ма? Қолымды артыма жасырып қабырғада тұрған қаруға соза бердім. Сол күні олар менің ойымды түсінсе керек, әрі қарай ештеңе айтпады. Есесіне имамдарына берік, сабырлы адамдардай жылы-жылы сөздер айтып құттықтап қоя салды. Алайда айналамда болып жатқан жағдайларды көріп біліп жүрген соң бәрін түсіндім. Ана мені байға бермекші. Мұндайды біздің елде 12 жасар қызға айтсаң шошып түсер, бірақ ол жерде бәрі басқаша еді. Себебі өзіңдей қыздар орана балы байларымен жүрсе таңғалмайтын боласың. Сенесіздер ме? 12-ақ жаста. Кімге айтасың, кімнен арашы сұрайсың? Жаңа билік келгелі жүйе жоқ. Олар үшін әйел затының титтей де құны жоқ. Олардың айтатын сөздері шариғат жайында, ал қызарған көздері қыздарда. 12 жасар өрімдей қызды қатын қылса, 1-2 жыл қызығын көрсе, одан үстіне тағы да қатын алса, мәз мәртебе. Басқа елдерде ғылым дамып жатыр, жаңалықтар ашып жатыр. Ол жерде ондай жоқ. Олардың ойы екі бұттың арасынан аспайды. Мен мұны анықта, айқында айта аламын. Осыдан кейін өз анамнан көңілім қалды. Ол сорлы миы уланып басы кетіп қалған бейбақ қой, қайтейін. Бізді жіберген көкені кінәлай алмаймын. Әжемнің жоғын пайдаланып анамнан қашып кеткенін көзім көрді. Арадан күндер өте берді. Анау қанішердің әскерлері қаланы қоршап алды. Біз дайын отыруымыз керек деп ескертті көшбасшы кіші. Енді қайттық деп сыбырласқан қатындар жан-жағына сұрап жатыр. Қанішер деген Асадтың билігі. Бізді сусынша дәрежеге жеткізген сол қанішер деп түсіндірді. Мұнда келгелі Асад дегенді талай естіген едім. Ол кісіні Сирияның президенті екен. Мына жүргендер жан-жақтан жиналғандар, яғни Асадқа қарсы адамдар. Бір қызығы, бұл жүргендердің Сирияға түкте қатысы жоқ, жалдамалы жендеттер ғана. Ол кезде саясаттан хабарсызбын. Жалпы саясат дегеннің түкке де керегі жоқ еді. Алайда жергілікті қызбен танысқанда бәрін түсіндім. Біздің ел араб елдері арасында аса қатты дамыған ел еді, деп бастады Тамила қыз. Бізде білімде, ғылымда бәрі бар еді. Біз бұрын бұтымызға шалбар киіп, емін-еркін жүретінбіз. Қыздар көрінген емес, өздері ұнатқан жігітке тұрмысқа шығатын. Біреудің біреумен ісі жоқ еді. Заң бәріне ортақ болатын. Білмесең айтайын, бізді құртқан еврейлер дейді. Еврейлер дейсің бе? Олар кімдер? Деп сұрадым. Еврейлер дегенім қазіргі Израиль мемлекеті.
олар араб елдерінің ортасында отырған кішкентай мемлекет. Олардың миссиясы жан-жағына от жағып, іштен ірітіп, жерімізді жаулап, байлығымызды алу дейді. Мына жүргендер арабша сөйлейді ғой, еврейлер қай тілде сөйлейді деп сұрадым. Олар иврит тілінде сөйлейді. Мына жүргендер жалдамалар, содырлар. Ақшасын төлесе кете береді. Бұларға ақшамен қатын болса болды. Бұл топты еврейлер басқарады. Солар қаржы құяды деп түсіндірді. Мұндай сөзді бұрында естіген едім, бірақ егжей-тегжейлі түсіндірген адам болмаған. Мұндайды ана өзбек апамыз да айтқан, алайда сыбырлап қоя салған еді. Ашып айта алмас, қайтсын, мені байға бермекші деп мұңымды шақтым. Жасың қаншада деп сұрадым. 12 жастамын, қорқамын деп ағымнан жарылдым. Бұрынғы биліктің тұсында ондай малғындарды соттап жіберетін. 18-ге толмайынша қызға ешкім тиіспейтін деген. Тамила көзіне жас алды. Сөйтсем бұл бейбақты 14 жасында байға беріпті. Ол байы осыдан 3 жыл бұрын қайтыс болған, яғни Алланың жолында шейіт болған. Сонан соң тағы бір еркекке некелеп жіберген. Ол да қаза тапқан. Одан көп өтпей 3-ші еркекке қосқан, оны да жер жұтқан. Соңында 3 еркектің басын жалмадың деп дүре соғып қуып жіберген. Қызық екен, күнде әр күн ара бомба жауып жарылып жатса өлмей қайтеді. Олар өз адамдарын қатты бағалайды. Оларға жалдамалы адамдар ауадай қажет деп түсіндірді. Бұл қыз маған біраз әңгіме айтты. Сұмдық деп жағаңды ұстарсың. Сұмдық демей не дейсің? 14-тегі қызды алып, оның үстіне 40-тағы келіншекті әкелген. Ол аздай тағы бір жесір қатынды некелеп қосқан. Ол қатын өлгенде тағы да 15-тегі қызға үйленген. Онысы Тамиладан бір жас кіші. Сөйтіп жүріп сорлы содырлар өліп кеткендерін білмей қалғанда шейіт кетті, жұмаққа барды деп жандарын жұбатады. Алайда бейбақ қатындардың соры онымен де бітпейді. Тағы бір еркекке қоса салады. Бір сөзбен айтқанда шариғатта қатын бейшараның құны жоқ. Бос көйлектей бағасы жоқ. Әрине ақшаға қосатын қатынмен де қамтамасыз етпесе, мына содырлар соғысқа келмейді. 12-13 жасар қыздардан қай еркек қашсын? Бір күні анам мені ертіп шықты. Екеуміз базарға бардық. Кішігірім алаңда қанға бөгіп мүрде жатыр. Басы жоқ. Анандай жерге ағаш қадап іліп қойыпты. Онысынан қан сорғалап тамшылап тұр.